Намазды кешіктірген, кейінге қалдырған кісінің күнделікті істері де кейінге қалады. Ол қалаған барлық нәрсесі кейінге қалдырылады, немесе қиын, күрделі халге айналады, немесе көптеп кедергілерге тап болады. Жұмыстары күйрейді, немесе үзіледі. Намазды алғашқы орынға қойған кісі, намазды ең маңызды ісіне айналдырған кісі болса, өмірде нәтижелі істерге қол жеткізеді. Өмірінде бәрі өз жолында болмақ. Жұмыстары жеңілдейді және осы өмірде қалаған, армандаған бүткіл нәрсеге қол жеткізеді. Бұл бір қағида, қадірмені жамағат. Намаздарына назар аударып, уақытында қылғандар, әрбір оқыған намазына жауапкершілікпен қараған кісілерге Алла да ол кісілердің әлбетте жұмыстарын өз орнына қояды және ісін берекелі етеді.